достар, сіздермен бірге мен тақырбас достар. Бүгін біздің атам мен ауылға жіберген болатын қысқасында тақырлап тастап, бүгін біз өте кереметте бір ауылға келіп жеттік. Ол ауыл білмеймін, мен танымаймын. Менің папам мен ата-анам осы жаққа жіберді, осы ауылға. Енді біз осы ауылды білмеймін, таныстырайын ба, білмеймін достар, не істерін білмей тұрмын. Но бұл ауылда атам айтқан өте жаман адамдар тұруы мүмкін, так что абайлап жүр деген. Мына жақта тұрғындар екен, мені танымайды бұл жақта ешқайсысы. Енді бұл жерде ешқайсысын танымаймын. Мені атам ана жақта бір жолға әкеп тастады. Сөйтіп мені ана шеттен тастап кетті, ары қарай бар деді. Сөйтіп менің негізі өткенде сумкаларым осы жақта апарып тастаған, алдын ала ата-анам маған ауыр болмасын деді. Енді осы жақта мен енді мен осы жақта тұратын болам. Енді әдеттегідей білмеймін, қалада не дейді әйтеуір, қалада коронавирус дема бір бәле дейді әйтеуір, шулап жүр. Мына жақта ауылда не бәле, жолдардың бәрі қисық па. Енді осы ауылда біз тұратын боламыз. Мына жақта ойбай агротымыз кетпек. Мына жақта үйлер біртүрлі құрастырылған екен. Ойбай, мынау қандай үй? Или бітпей қалған үй ма мынау? Или огородты қарап отыратын үй ғой, былайынан. Мына жақта сымсықтар келсе кетіп қуып жіберетін үй ғой, по идее. Мына үйлер біртүрлі орналасып, мына ауылда да. Или мен точно осы ауыл дедім. Мынау шабис теріп жүр екен, молодец. Менде бір-екі ет бар екен, бағана бір-екі қой өліп жатыр екен. Соны абағасын, мына қалай өзі, мына жерде қалай отырады? Мына ет чағып. Мына ауылдың тұрғындары жота біртүрлі емес пе, нешайын, ассаламағалейкум. Танымайды да мені. Мына ауыл странно тұрады екен негізді. Бұл ауылмен таныстыра кетсек, бұл ауылда менің бір көкем тұрады әйтеуір. Соның үйін тауып алайық. Қазір мына жақтан біреуден сұрайық. Аға, ассаламағалейкум. Мына жақта Бека дейтін аға, келсеңіз, не қорқып тұрсыз? Аға, Бека дейтін бір кісі тұра ма? Мына жақтан кісілері қалай сөйлейді дедім ғой. Енді бұған наверное секіреміз. Менің Бека деген көкем үйі қақта екен. Қойбай. Мына жерде ол айтқан, атам айтқан Бека үйінде отырады деп. Үйінде Бека жоқ, или басқа ауыл ма? Білмеймін достар, басқа ауыл болса маған косячный болады. Менің естуім бойынша бетіне тешпесек қойып. Әйтеуір нақта дым жоқ. Нәқа кірейік. Ұрлап кетейік достар, ұрлап кетейік. Болды. Қойық, болды. Енді патешина бетеміз, сындырамыз, валим. Короче, мен атамның үйін таппай жүрмін. Просто қақта екен ол атам үйді. Мәрәқ суалатын жер. Мәрәқ тоз суалатын жер. Или басқа жақта ма? Шықпайтпен наяқтан жол бітеді. Наяқтан пайдек балық аулайтын кер нәр. Ердің балық аулайсын. Короче, сондай. Мына қойды өлтіріп, өзімізге тамақ алып, мына қойды өлтіріп. Нормально. Менің мұрным ақып кетті просто. Мұрным ауырып, мені бұрын соңында келген кезде, кім тастап кеткен бәрі? Олсам мен Бека тәтем бұл емес. Енді мен Бека тәтем, тәтем деп бұл ғой. Тәте дейді айтпақшы, Астанада ма, Алматыда ма? Бұл наяқ не бәрі?
Или не, поправка справа. Дым, просто дым. Вообще сенатқан жоқпын болса. На үй, нормально. Кім жоқ болған бұлай? Төбесін су ағады екен. По идее, төбесін су болған көшкін болды, үй тауып барын ғой онда. Осы үйде татып боламыз онда бүгіннен бастап. Осы өте керемет сияқты. Қолғап кетті мына қазан. Қазан ертең тазаламыз. Жалпы нормальный төбесі тесік екен. Төбесі тесік. Енді біз наяқта сонда Бека татемнің үйі қаяқта сонысын бей атырмай. Мына қоларды өлтіпсің мен. Наяқта халық толып жүр. Голем бетекті. Мен сумкаммен интер бар. Жетеміз болды. Наяқта неге топырау жүр, наяқта не болып атыр өзі? Наяқта не болып? Көкелер наяқта не болып атыр? Наяқта достар митинг болып атыр дейді. Короче, ауылға біреу келіпті, енді кім екенін сұрап алайық. Енді ендігі бөлімде кім екенін сұрап, соны біз талқылайтын боламыз. Давайте достар, осы видео өтініш лайктарыңызды басыңыздар. Давайте.